Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай жемчужный ободок және сырғаны проволоканың көмегімен жасап үйренетін боламыз. Өздеріңізге жасап немесе сыйлыққа беруге болады. Өте әдемі көрінеді, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті заттар осындай әртүрлі көлемдегі жемчугтар және металлический ободок, основа, осындай құрал, 0,4 размердегі проволока. Ал сырған заттарын мен бөлек алып қойдым. Оған швенза және жемчуг және осындай ушкасы мен пина қажет болады. Бірінші біз жұмысымызды ободокты жасаудан бастайтын боламыз. Ең алдымен проволоканы қажетті ұзындықта кесіп аламыз. Оны примерно 1 метрге жететіндей етіп кесіп алған жөн, себебі ободоктың соңына дейін жетуі керек. Сондықтан ұзын қылып кесіп аламыз. Енді ободоктың осы бүгілген жерінен проволоканы орап аламыз. Проволоканың бастапқы бөлігін осылай тартып орайтын боламыз. Бірнеше рет орам жасаймыз. Немесе осы құралдың көмегімен тартып орауға болады. Енді жемчугтарды проволокадан өткіземіз. Менде проволоканың бас жағы шамалы қисық болып тұр. Сондықтан ол жерін кесіп алып тастайтын боламын, себебі маған жұмыс барысында ыңғайсыздық тудырады. Осылай ең кіші көлемдегі 0,8 мм-лік жемчугты осылай бірнешеуін өткізіп аламыз. Яғни ең кішісінен ең үлкеніне қарай орам жасайтын боламын. Дәл осы видеода көрсетілгендей бір жемчугтан орап шығамыз, тартып ораймыз және арасын қатты жақын қылмаңыздар, себебі тартып арасын қатты жақын қылып бір-біріне жабыстырып қойсаңыздар, ободокты басқа таққан кезде жемчугтардың орны шылшып кетуі мүмкін. Яғни осылай бір тегіс тұрмайды, біреуі шетке шығып кетуі мүмкін. Сондықтан арасын қатты жақын қылмай, осылай тартып орап шығатын боламыз. Міне 10 штугын орап алдым. Енді одан үлкен размер 10 мм-лік жемчугты қолданамыз. Осылай ең кішісінен ең ірісіне дейін қажетті мөлшерде орап шығатын боламыз.
ободоктың ең ортаңғы бөлігін осылай орап алдық. Ең ірі жемшіктан 4-еуін қолдандым. Енді ары қарай артқа қарай қайтамыз, яғни ең үлкенінен ең кішісіне қарай ободоктың соңына дейін орайтын боламыз. Міне ободокты толықтай орап шықтық. Енді осы қалған бөлігін осы құралдың көмегімен тартып орап, ал ең артық бөлігіні ішке қарай кіргізіп жіберетін боламыз. Артық бөлігін қайшымен кесіп алып тастаймыз. Міне қыздар, бізде уже ободок дайын. Келесі біз сырғаны жасап үйренетін боламыз. Ол үшін осындай 2 түрлі пинаны қолдандым. Бұл пинаны тек ең соңғы тұратын жемшікке ғана қолданамыз. Осылай, және ол жемшіктің тесігінен өтіп кетпеуі қажет. Енді артық мөлшерде ұзындықта қалдырамыз, ал артық бөлігіні кесіп алып тастаймыз. Және дәл осы видеода көрсетілгендей круглый губцойдың көмегімен жемшіктің жанынан кішкене майыстырып, оны орайтын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Және дайындап алдық. Енді келесі пинаны алып, осылай бас жағын ашамыз және жаңа жасаған жемшікқа кигіземіз. Осылай, енді бізде екінші жемшік 0,6 мм жемшік. Видеода көрсетілгендей жемшікті бір шетіне қарай осылай майыстырамыз және артық бөлігін кесіп алып тастаймыз. Примерно жарты сантиметрдей қалады. Соны круглый губцойдың көмегімен тағы да осылай бұрап жабатын боламыз. Дәл осы ретпен ең кіші жемшіктан ең үлкен жемшікқа дейін осылай жасап шығатын боламыз.
Міне барлық жемшікті орналастырып алдық. Енді оған швензаны қосамыз. Швензаның да осындай ушкасы бар. Сол ушкасын ашып сырғаны ілеміз және жабамыз. Міне қыздар, бізде осындай жемшік сырға дайын болды. Екіншісінде дәл осылай жасайтын боламыз. Және де жаңаға кесілген артық бөлігін тастап жібермеңіздер. Оны осылай құралдың көмегімен пина жасауға болады. Оны майда жемшіктарға қолдансаңыздар болады. Міне біздің сырғамыз дайын. Өте әдемі және жасалуы өте оңай. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Өзіңізге немесе сыйлыққа берсеңіздер де болады. Қол еңбегі ол әрқашанда бағалы. Әртүрлі кештерге, тойға, туылған күндерге тағып барсаңыздар болады. Және сыйлыққа берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.